Саламатсыздар ма? Сабағымыз бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы веб құжаттарда мәтінді безендіру. Кешегі сабақта алдыңғы сабақта біз сайтқа негізгі тегтерді қолдануды үйрендік. Олар HTML етін, head етін, title етін, body үйрендік. Және мәтіннен бөлек біз BR-ды үйрендік, жол тастауды. Одан тақырыптық тегтерді үйрендік H1, H2, H6-ға дейін. Және абзац үйрендік. Абзац қандай еді абзацтың тегі? Кімнің есінде? Пи абзацтың тегі етін. Жақсы. Енді бүгін дәл сол тақырыпты жалғастырамыз, бірақ енді бүгін мәтінді пішімдеу, яғни мәтінді безендірудің тегтерін өтеміз. Безендіру деген қалай, пішімдеу деген қалай, кім қалай түсінеді? Артық нәрсенің бәрін өшіріп тастайын. Фон, сары фонды тоже алып тастай салайық. Обычный фон қылайық. Ортаға тіктеу атрибуты тұра берсін. Мына мәтіндерден де құтылайық. Және бізге мынау немесе мына жерге жазып қойайық. Бұл бізде мәтінді безендіру. Мәтінді безендіру. Так, болды. Енді осыған қатысты енді тегтердің барлығын астына жазамын. Ең бірінші біз жирный тексттен бастайық, яғни маңызды текст, ол орысша жирный. Енді оған қатысты қандай тегтерді қолдана аламыз, және олар біздің сайтымызда қалай көрінеді. Кім біледі жирный тексттің тегін? Жирный текстке арналған бірнеше тег түрлері бар. Ең біріншісінен бастайық. Ең бірінші би тегі. Би тегі бізде текстті, яғни мәтінді маңызды қылады, немесе жирный. Бұл жұп тег, және бұның ішіне жазылған мәтін автоматты түрде жирный болады. Тексеріп көрейік. Міне. Бұл бізде бірінші тег. Бұның бірден еще жанына жазып қойыға. Бұл қандай тег екен? Тегтің ішіне жазып қоятын болсақ. Б тегі. Б жирный екен. Сызықша алып қойық. Дәл осындай реттілікпен ары қарай барлық стиль түрлерін көреміз. Байқасақ, міне мәтінді безендіру деген мәтіннің өзі качество нашар болып отыр ма? Мәтіннің өзі бізде қарапайым регулярмен жазылған. Запись жасап жатырмын. Ал мынау би тег арқылы жазылған мәтін ерекшеленген, жирный болып тұр. Жақсы. Ары қарай жалғастырайық. Келесі тег, ол да бізде жирный қылуға арналған. Ол қалай сонда? Екеуі де бірдей жирный, бірақ екеуінің негізі айырмашылығы бар, бірақ ол сырт көзге байқалмайды. Strong тегі. Оны енді обязательно үлкенмен жазу керек емес. Strong. Strong сөзі ағылшын тілінен қалай аударылушы еді, кім айтады? Strong тегі. Мықты, күшті. Маңызды ақпаратты белгілеу үшін бе? Маңызды ақпаратты белгілеу үшін, немесе ол да жирный болып көрінеді екен. Маңызды ақпарат немесе жирный. Маңызды жирный деп қойықшы. Сырт келбеттерінде қатты айырмашылық жоқ. Біз оларды тіптен ажыратамауымыз да мүмкін. Так, бұлардың арасында мен BR жазайын. Чтобы біз оларды бір-бірінен хотя бы бөлек қарау үшін. BR тегі жол тастайтын, немесе жаңа жолдан бастайтын. Міне. Байқап қарайықшы, мына жерде екеуінің арасында айырмашылық көріп тұрмыз ба? Міне Б деп жазып қойып қойдым. Бұл екіншісі strong. Қандай айырмашылық көріп тұрық? Екеуі де жирный ғой, солай ма? Сырт келбеттерінде ешқандай айырмашылық жоқ. Олар екеуі де жирный, бірақ Б бізде тек жирный мәтінді көрсетсе, strong бізде мәтіннің маңыздылығын белгілейді. Яғни, бұл сырт келбеті жирный болғанмен, бұның айырмашылығы тек мәтіннің маңыздылығын белгілегенінде. Ал сырт келбетінде айырмашылық болмағандықтан, екеуін де жирный деп жаттап алсақ та болады. Егер таза анықтама сұралған жағдайда, strong мәтіннің маңыздылығын
белгілейді. Бұл біздің екі тегіміз, бұл жирный тегтер, иә. Мынаны былай қойсам көрінетін шығар, солай ма? Әр тегті, так, бұл бізде солға тіктейміз ау, ортаға қойған что-то әдемі емес. Солға тіктеу үшін қай атрибутты қандай мәнге өзгертуім керек? Кім айтады? Кешегі тақырыпқа қатысты. Лайдың Аха, центрі емес, центрді өзгертеміз. left дейміз, иә. Left. Ja. Сол кезде ол солға тіктеледі. Жақсы, ары қарай келесі тегке көшейік. Strongпен егер түсінікті болатын болса. Так, мына жерде менде осылай тоже көрінетін шығар, иә, біраздан соң, чтобы барлығы бір бетке сиіп кету үшін. Келесі strongтан соң курсивтік тегке көшейік. Курсивтік тег бізде Photoshopта мысалы қарапайым мәтінді, мысалына мәтінді безендіру деген мәтінді regular дейді. Мынаны bold дейді, жирныйды bold дейді. Сол себептен де бұл b-мен қолданылатын шығар, b тег арқылы, иә. Ал курсивтік, яғни оңға қисайған мәтінді бізде жалпы қисайған мәтінді Italy дейді. Сол себептен де солай жаттап алайық. Ол бізде I тегі арқылы жасалады. Курсивтік тег. Бұл жұп тег. Бұның ішіне жазылған мәтін курсивке айналады екен. Так, енді мәтіннің өзін жазайық. Және бірінші тегті жазып алайық. Бұл I тегі арқылы жасалады. Және мәтін ол жағдайда курсив болады. Көрейік. Курсив болды ма? Так, алдына BR жазбейді. Алдына негенде негізі мына жерге жазу керек BR'ді. Топ әрқайсысы әр жолда тұру үшін жеке-жеке, иә, міне. I курсив. Ары қарай келесі тегке көшейік. Оға дейін бірінші мынағанда жол тастап қойық алдын ала. Келесі тег бізде дәл бағанағы strongтың екі түрі бар еді ғой, жирныйдың екі түрі бар еді. Біреусі b болса, екіншісі strong. Дәл сол секілді курсивтің де екінші түрі бар. Ол бізде em екен. Онда жаттап алайық, себебі бізде ол пробный нұсқалардың ішінде жүр. Демек, ол ұбытыда да келіп қалуы мүмкін. Маңызды курсив деп қойық. Бұл да өзінің маңыздылығымен. Немесе бұмен терминдерді жазуға болады, адрестерді жазуға болады. Адрес дегенде тег бар, ол да курсив болып көрінеді. Бұнда жай ғана курсив дей салайық. Айырмашылықтары почти что жоқ. Міне, екеуі де курсив. Бұл бірақ em тегі арқылы жазылды. Бұл тегтердің барлығын бізге жаттап алу керек, ал қолданылуы кәдімгі басқа тегтерден айырмашылығы жоқ ешқандай. Бұлар жұп тег, I тегі ашылады, I тегі жабылады. Ішінде орналасқан мәтін курсивтік мәтінге айналады. Em тегі дәл сондай. Енді соңында осы скриншотты жіберем. Ол жерде сол жағында код, оң жағында бізде кодтың нәтижесі орындалуы. I курсив, em курсив. Одан кейін келесі тегке көшейік, BR жазып қойық. Келесі тег бізде астын сызуға арналған тег. Кім айтады, астын сызу ағылшынша қалай болады, және ол қандай тегтің көмегімен жазылады? U деген тег ба? U деген тег, under mark сонда, иә? Under деген сөз ғой сонда. U деген, иә? Енді бұның U тег екендігін жазайық. Және асты сызылған дейді. Сақтап көрейік, шынымен асты сызылды ма? Асты сызылған мәтін шықты. Міне сол жағында тег, оң жағында оның нәтижесі. Асты сызылған тағы да бізде тег түрі бар екен. Олар бізде ұбытыда келуі мүмкін. Себебі соңғы платный нұсқалардың ішінде бізде осы тегтер жүрді. Именно em бұрын бізде тек кітапта I берілетін, b берілетін, strong кейде айтылатын, кейде айтылмайтын, бірақ мына em онша келмейтін. Және де u-дің да қазір екінші түрі бар, асты сызылған мәтіннің. Ол да бізге келе қоймайтын бұрын, бірақ платный нұсқада жүргеннен соң, демек ол бізге ұбытыда да келіп қалуы мүмкін. Так, u-дан кейін астын сызуға арналған ins деген тег бар. Ins деген тег бар. Так, бұның да атқаратын қызметі дәл сондай. Демек, ол мәтіннің астын сызады. Асты сызылған мәтін.
Оға дейін бірақ біз бірінші br қойып келесі жолға ауысып алайық. Сақтайық, көрейік. Екеуінің де асты сызылған. Демек, бұлардың барлығын жай ғана жаттап алу керек екен. Қолданылуы бұлар body, яғни сайттың контенттік бөлігінде шығатын тегтің ішіне жазылса болғаны. Одан артық бізге ештеңе керек емес. Түсіндік пе? Жақсы. Ары қарай кеттік. Бұл бізде асты сызылған тегтер етін. Бұлардан соң тағы да бізде өзі сызылған тег бар. Кім айтады? Берік кеше қатыспай қалып едім. Кешегі сабақтың видеосы бар бізде. Мен жібергенмін. Алдық па кешегі сабақтың видеосын? YouTube каналда тақырыптардың арасында HTML деп кешегі сабақ шамамен толығымен салынды. S па? Нұртас алды. Я, S өзі сызылған тег. S тегі. S тегі сызылған мәтін. Сызылған, е? Мына жерде асты сызылған еді, мынау негізі өзі сызылған мәтін. Сызылған мәтін дей салайық. Қарап көрейік. Міне, сызылған мәтін бізге br жетіспей тұр, е? Міне, S тегі арқылы бізде сызылған мәтін шығады екен. Мен жауып қалдым ба? Ары қарай жалғастырайық. Так, мынаның бәрі көрініп тұрса, мен кішкене кішірейтейін. Оп, осылай көрінеді ма? Иә. Сызылған мәтіндің бізде тағы да бір түрі бар. Кім айтады, сызылған мәтіннің қандай түрі бар тағы да? Del. Del, дұрыс айтасың. Екеуі де сызылған мәтін. Del, бұл жұп тег. Del тегі арқылы біз сызылған мәтінді жасай аламыз. Так, көрейік. Br жетпей тұр. Бәрі қазір бір жолға сыймай қалайын деп тұр. Міне. Біз сонда жирныйдан 2 тег білеміз, курсивтан 2, асты сызылған 2, өзі сызылғаннан 2 біледі екенбіз. Енді сәл мәтінге қатысты өзгешелеу тегтерді қарап көрейік. Мысалы, ол үшін мен бірнеше тегті бірге қолданайын, себебі егер олай жасамайтын болсақ, бізге оның айырмашылығы байқалмай қалуы мүмкін. Ол қалай? Жай ғана ешқандай тексіз бір сөз жазайын, или немесе сандар жазайын. Допустим, 2 дейін. Содан кейін бізде sub деген тег бар. Sub деген тег не істейді, кім айтады? Білетін бедік? Жоғары индекстегі тег. Төменгі. Жоғарыға индекс. Sub деген. Sub деген төменгі. P болса sub. S up. Так. Не дейміз ба? Онда сан жазылайық. Сақтап көрейік, қалай болады екен. 2-ның квадраты мәс саған қалай, ә? Түсіндік пе? Қалай шыққандығын. Жақсы. Бұлар енді бір-біріне сәл алыс тұр. Бұлай жазсам, бәлкім жақындар. Я, жақындады. 2-ның квадраты. Енді төменгі индекс. Төменгі индекске... Ау. Сап қойсам ол астында бола ма? P-ны B-мен ауыстырады. Я, P-ның орнына B қоямыз. Сол кезде ол астына барып жазылады. Бұл енді нақты келеді деп айта алмаймын. Бұл келмеуі де мүмкін. Бірақ білген артықтық етпейді. Себебі бізде 3 баспаның біреусінде хотя бы егер осы тег айтылған болса, демек ол келуі мүмкін. Нақты емес әрине, бірақ келіп қалған жағдайда біз оны білгеніміз дұрыс болады. Так, мысалы бір сан жазайын екілік санау жүйесінде, я. Сөйтейік те оны индекс ретінде төменге sub деп жазайын. Бұл жолы b, я. Sub. Бұл жұп тег, сол себептен де бізде бұл тег қазір ашылушы және жабылушы бөліктен тұрады. Ашатын және жабатын. Мына мәтіннен соң бірден жаздым. Демек 2-ның қазір төменгі индексінде 2 пайда болу керек. То есть екілік санның. Қарап көрейік. Пайда болды ма? Br жазып жіберсек болады.
Ой, қашып кетті. Сақтап көрейік. Оп, mana. Бұлардың тегтерін жазып қойық. Бұл жерде мынау sub деген. Так, оны мына индекске жазатын болсақ түсініксіз болып қалатын шығар. Мына жерге жазайын. Алдына, я. Және sub теги. SP тегінде бізде жоғарғы индексте жазады. SUB тегінде төменгі индексте жазады. Так, біз уже біршама тегтерді қарап шықтық. Мәтінді безендіруге арналған олар жирный, олар маңызды, яғни strong жирный тоже курсивтің екі түрі, асты сызылғанның екі түрі, өзі сызылған екі түрі және индекстердің екі түрін өттік. Тағы да енді бізде белгіленген мәтін жасауға болады. Яғни, ол қалай? Mark тегі арқылы Mark тегі бізде белгіленген мәтін жасай алады. Так, Mark деп жазып қойын. Және белгіленген. Белгіленген немесе ерекшеленген десек те болады. Қай сөз сәйкес келеді бұған? Қарайықшы. Маңызды ақпаратты біз осылайша сызып қоймаймыз ба, я? Қаша тұрайын ба? Енді көрінді ма? Geri байланыс берейік. Бәрімізге көрініп тұр ма? Yeah, I can try. Жақсы, бұл бізде белгіленген мәтін Mark тегінің көмегімен жазылған. Так, BR-ларды көбейтейік. Бізге BR өте көп керек. Міне. Осы бізде мәтінді безендіруге арналған тегтер. Бұлардың әрқайсысын қолданып көрдік. Қалай жазылатын көрдік. Бұларды енді реттестіріп шығайын. Содан соң бізде мәтінді безендіруге арналған тегтерден бөлек тағы да мәтінге қатысты бірнеше тег бар. Так, бұлар мынау кодта түсінікті жазылып тұр ма? Read ретімен, я? Әрқайсысы жаңа жолда тұр. Вроде. Линиямыз тұр. Так, осы скриншотты мен міндетті түрде бірінші топқа жіберіп алайын. Содан соң ары қарай жалғастырамыз. Так. Скриншот жасалды. Кешегі скриншотты алдық па? Жоқ. Бірақ ол слайдтың ішінде бар. Слайдты алдық па? YouTube'ға саламыз ғой. Слайдтың өзінде жібердім ғой. Кешегі сабақтың супер слайды. Я, дейді. Нұртас, бәрі Нұртас апты, басқа ешкім ештеңе көрмеген, е? Ол қалай болды екен, а? Так, енді біз мәтінге қатысты тағы да не айта аламыз? Мәтінге қатысты бегущий строканы қарастырып көрейік. Слайд келді тек. Бірақ сабаққа сілтеме тоже жібергенмін. Оның ішінде, слайдтың ішінде бізде скриншот бар еді. Егер мұқият қарасақ, кешегі сабақтың скриншоты бар. Жоқ болған жағдайда бүгін қосып жібере аламын. Так, енді мына мәтінді безендіру дегеннің астына біз или немесе мынау қызыл сызықтың астына бегущий строка, яғни жүгіртпе жол дей ма қазақша? Жүгіртпе жол жасап көрейік. Оны қандай тегтің көмегімен жасаушы еді? Кім айтады? Markvi. Markvi, дұрыс айтасың. Французша сөз сияқты. Так, жазайық. Markvi. Екі е бізде иде оқылады. Слэш. Бұл жерге енді бегущий строкаға бір ғана сөз жазған қате болар. Өте үлкен сөз жазайық. Бәрін белгілеп қоя сақтап болады осы жаққа. Әрқайсысына қатысты, я. Ұзын сөз жазайық. Ой, маңызды нәрсе. Мағынасы бар нәрсе жазып шаршап кеттім.
мағынасыз нәрсе жазасылайық міне. Бүгінгі сабақта мәтінді безендіруді үйренеміз және АФ, АФ, АСМВ, МСВ, ФВ, қандай мағыналы, иә? Бұл бізде бегущий строка. Оның жасалатын тегін жаттап алайық. Енді бұлардың барлығын көріп алсақ, бұны да мен скриншот жасап алайын. Бірден, иә, осылармен бірге. Бөлек-бөлек сурет қылмай. Безендіруді деп тұр. Тегіміз. Маркуе тегі бастысы көрініп тұр. Так, мына жерде бірақ барлығы симай қалды. Енді осы жолы битсем сиятын шығар. Оп, деп қатырып қойықта. Жеңдік. Алақай. Так, бұдан бөлек тағы да біз не үйренуіміз керек. Бұл тақырыпқа қатысты енді бұларды жай ғана скриншотты алып жаттап ала саламыз. Бұда тұрған ешқандай қиындық жоқ. Енді біз бүгін мәтіннен тізім жасау. Мәтіннен демей ақ қояйық, жалпы тізім жасауды қоса үйренеміз. Тізім жасауға қатысты бізде сұрақтар көбінде елді шатастырады. Содан қалай шатаспауымыз керек және оларды қалай жаттайтынымызды қазір қараймыз. Сайтымыз кішкене уже әдем болып қалды. Бегущий строка, әйтеуір бірдеңе жыбырлап тұр. Сызық бар, неше түрлі стильдегі, неше түрлі безендірілген мәтіндер, иә, біреуінің өзі сызылған, біреу асты сызылған, біреу курсив, біреу жирный, біреу тіпті белгіленген. Неткен сұмдықпыз. Уже сайтқа заказ ала берсек болады екен, иә. Жақсы, резюмелерін дайындап қоя беріңдер. Мынаның бәрін өшіріп тастай салайын. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы, безендіруді түсіндік па? Иә. Жақсы, мынау тегтерді жаттап алайық. Ал қолданылуы, тағы да айтам, body тегінің ішінде мына жазылып тұрған сөздердің әрқайсысы бізде жұп тег. Так, мен чатты оқып үлгермей қалдым. Өте көп. Берік, кеше сабақта болмадым дедің ғой, қойшы кәні өте көп сұрақтың біреусін. Таң қалдыршы бізді. Так, негізінде YouTube-тан дәл кешегі сабақты көріп алсаң болады. Және осы сабақта бізде YouTube-қа салынады. Так что ешқандай қиындық болмау керек. Уайымдама. Ана ай мен ай курсив пен ем курсив тұр ғой. Соны істеп тұр. Қандай айырмашылығы бар ана? Екеуінің сырт келбетінде ешқандай айырмашылық жоқ. Ал қолданылу жағынан ем типа кодта маңызды етіп көрсетеді оны. Маңызды көрсетіп секілді. Ол тек анықтама жүзінде. Ал егер шын мәнісінде бізге курсивпен жазылған текст келетін болса, варианттарда ол қай тегтің көмегімен жазылған дейтін болса, ем де дұрыс болады, ай да дұрыс болады. Енді осыған қатысты пробный опытыдағы сұрақты көрсетейін. Мына жерде басқа кодировка жыбырлап жатыр әйтеуір. Так, оған қатысты бізде так. Мына нұсқаның ішінде меді бір сұрақ бар етін. Қарап шығайық. Оп. Жоқ, бұның ішінде емесең, қазір нақты қай нұсқада екен көрсетем. Нұсқа мынаның ішінде болу керек. HTML-ға қатысты және нақ осы біздің бүгінгі тегтерімізге қатысты. Міне, мысалға мынандай сұрақ. Бізде дейді, бәріне көріне ме? Көрінеді ме? Мынандай мәтін бар дейді. Мынау ақылы нұсқаның ішіндегі сұрақ, пробный, бұның ішінен егер осындай намекпен сұрақтар келсе, демек бұның өзінде де келіп қалуы мүмкін. Так, бізде текст берілген. Мынау ең бірінші тақырыптық тег, бұл әлбетте H1 мен жазылған, шамамен H-тардың біреусімен енді. Және де мына жерде бізде жасыл мәтін асты сызылған, қызыл мәтін өзі жазылған, бірақ жирный қызыл мәтін байқасақ, синий, яғни көк түстегі мәтін бізде курсив, ең астындағы қарапайым асты сызылған мәтін. Енді осы мәтіндердің сәйкес келетін HTML кодын көрсетті. Байқап қарасақ, мына жерде U тегі бар, I тегі бар, B тегі бар, ins тегі бар. Дәл астында тағы да дәл солай
Бізде, дальше астында емес, ол дальше басқа суретте. Так, U бар, B бар, I бар, ins бар. Мына жерде B бар, strong бар, EM бар, ins бар. Көрдік пе? Оның кез келгенімен, егер өрнектейтін болса, мысалы мына курсивті, біз EM мен жазсақ та, I мен жазсақ та, сырт келбеті бәрібір осындай болады. Сол себептен де бұл енді бірнеше дұрыс жауабы бар тест нұсқасы. Сырт келбетіне қарап біз ол EM мен жазылған немесе I мен жазылған айта алмаймыз. Так что бұндай жағдайда екеуі де егер варианттардың арасында болатын болса, екеуі де дұрыс болып саналады. Мына түстерімен де бізді қатты шатастырғысы келеді ғой. Қарайықшы, ең бірінші асты сызылған жасыл түсті, иә, текст. Мына жерде бірінші бет дегеннен кейін тұрған екінші бетте көк, blue деп тұр код. Мынау жасыл. Қараңызшы, қалай шатастырғысы келеді. Мына жерде бірінші беттен кейін тұрған екінші бетте U деп тұр, және green деп тұр. Демек, ол уже мына жолға сәйкес келеді. Сол секілді бізді шатастыру өте оңай. Мына U тегімен green дейді, B тегімен red дейді. Жирный текст бізде қызыл меді? Иә, жирный текст қызыл етін, одан кейінгі тұрған курсивтік текст көк етін. Ол қайда? Көк етін мына жерге green деп жазып қойыпты. Қараңдаршы. Екінші беттегі, мынау еще курсивпен тұр, мынау жирныймен тұр. Мынау курсивпен тұр, blue. Дәл сол секілді бізді шатастыру оңай. Шатасып қалмас үшін енді түстердің ағылшыншасын білетін шығармыз, бірақ мынау тегтерді жаттап алайық. Бағанағы сұраққа жауап, сырт келбетінде ешқандай айырмашылық жоқ. Түсіндік пе? Түсіндік. Жақсы, ендеше тізімге көшейік. Бізде HTML-дағы тізім. Так, оны не болды? Енді мұнан бәрін өшіре салайын. Егер түсінікті болатын болса, тізім түрлерімен танысайық. Жазулар оқылады ма? Иә. Так. Тізім. Тізімнің бізде HTML-да жалпы негізі өмірде, тізімнің екі түрі бар. Оны біз Excel тақырыбынан да өткен біз мектепте, тағы да ұбт-ға дайындық үшін өтеміз әрине, бірақ олар нөмірленген тізім және де маркерленген тізім. Осы екеуін біз бір-бірімен ажырата алуымыз керек екен. Олар қалай екен? Ең бірінші нөмірленген тізімнен бастайық. Нөмірленген тізім OL тегінің көмегімен жасалады. OL деген бізде жұп тег, ordered list, аудармасы. OL. Және осы тегтің ішіне, енді осының арасын ашып қойын, бізде әрбір элементі li тегінің көмегімен жазылады. List item болу керек. Li тізімнің элементі. Ол да жұп тег. Осы li тегінің ішіне орналасқан әрбір элемент бізде тізімнің мүшесі. Қанша li жазсам, сонша элемент бар деген сөз. Слэш керек емес па? Керек қой, неге керек емес. Әрбір жабушы тегте слэш болу керек. Ұмытып кеткен шығармын. Так, енді нөмірленген тізім. Бірақ кейде бізде тест сұрақтарында OL тегінің ішіне ешқандай атрибут жазбай осылай береді. Бірақ көбінде ол кейде. Бірақ көп жағдайда ол бірден атрибутпен беріледі. Атрибут аты type. Қазір оны қарастырамыз. Бірінші берілмеген жағдайын қарастырып көрейік. Li дейік та магазинге баратын тізім жасайықшы. Мысалы, магазиннен біз не аламыз? Нан, сүт, тағы да не алуға болады? Тағы да кола. Мысалы, мынау біздің магазинге баратын тізім. Байқасақ, мен мына жерде ешқандай нөмірлер қолданған жоқпын. Мен тек мына жерде li тегін қолдандым. Бұл листтің элементтері екендігін білдіреді. Және соңында ол өзі нөмірлеп реттерін қойып шықты. Түсіндік пе? Бұл нөмірленген тізім. Ол OL тегімен ашылады. Бірақ көбінде бұл тегтің атрибутын жазады.
Даже если осылай нөмірленгенін қалағанның өзінде type деген атрибутты жазады. Type атрибуты тең болуы мүмкін бірнеше мәндерге. Енді сол мәндерін қарастырып шығайық. Мысалы, type атрибуты 1 деген санға тең болуы мүмкін. Ондай жағдайда ол 1-ден бастап нөмірленеді. Дәл міне экрандағыдай. Егер осылай OL type 1 деп тұрса, нөмірді береді, және ешқандай type көрсетілмесе де, ол по умолчанию санмен реттейді. Яғни санмен нөмірлейді. Түсінікті ме? Иә. Бұл бірінші жағдай, егер бізде type 1 көрсетілсе. Бұның орнына біз A әріпін жазсақ болады. Қазір мен A әріпін кішкентаймен жаздым. Ол жағдайда қалай өзгерді, байқадық па? Иә. Қандай қызық, Бұл жерде A, B, C, D әріптерімен, латынның кішкентай әріптерімен нөмірленді. Ал егер үлкен A жазатын болсам, ол бізде латынның үлкен әріптерімен тізім құрады. A, B, C, D. Оңай ма екен? Иә. Нормально. Нормально. Иә. Так, тағы да бір type түрі бар. Ол I әріпі. Үлкен I жазатын болсақ, ол бізде римдік цифрлермен тізім құрылады. Так, бұның барлығын скриншоттарды оңай болу үшін мен лучше слайдқа салып отырайын. Иә. Сол кезде точно бізге жетеді. Әйтпесе что-то ана құр бір скриншот жетпей жатыр ғой. Жолда адасып кетіп жатыр, иә. Ондай болмас үшін мен бұл скриншоттарды құрдан құр далаға кетпесін. Мына скриншот, кешегі скриншотта кете берсін ішіне, иә. Бұны алған жоқпыз ғой, иә? Или слайдтың ішінен таптық па? Тапқан шығармыз, бұл бар етін. Так, мысал үшін мына тегтердің әрқайсысын скриншоттап отырайық. Ең біріншісінен бастайық. Ой, колорда нем бар мен? Мысалы, мынау нөмірленген тізім санмен скриншотын жасайын да группаға, то есть слайдқа салып отырайын. Содан соң біз аламыз, иә. Осылай дұрыс болар. Әлде видеодан көре саламыз ба? Уақыт алмай ақ қойық десек, видеодан көре салғанымызда дұрыс болатын шығар. Видеодан көре салайық ағай. Сөйтейік, мен Видео. әрқайсысын бүйтіп жіберіп отпай ақ қойын. Жақсы, сол дұрыс болады. Так, енді ары қарай жалғастырайық. Келесі үлкен айды жазып көрдік, енді кішкентай айды жазып көрейік. Үлкен айда рим цифрларын байқадық па? Айттан көрсетейін, міне. Рим цифрларымен нөмірленді. Енді егер бұл үлкен айдың орнына кішкентай жазатын болсақ, ол бізде дәл сол рим цифрлары, бірақ кішкентай әріптермен реттеледі екен бұл тізім. Ол түсінікті ме? Жақсы. Демек біз білуіміз керек нәрсе, ол мынау OL тегі. OL нөмірленген, демесе ordered list екен. Келесі біз өтетін тізім түрі маркерленген тізім. Маркерленген дегенді қалай түсінеміз? Реттелмеген ба ол? Иә, мынау реттелген, анау реттелмеген, бірақ тағы да айқын айырмашылығы бар. Мынада мысалы сандар, әйтеуір бір рет бар, ол жерде тек фигуралармен ол белгіленеді. Маркерленген тізім UL тегі, unmarked list, по-моему. UL тегімен белгіленеді, бірақ оның тайптары мүлдем басқа. Ешқандай тайп бермей көрейік бағанағы OL-дағыдай, иә? Міне, ешқандай тайп бермейтін болсақ, ол бізде мынандай дөңгелекшелермен маркерленеді екен. Так, немесе бұл қандай? Бұл диск тәрізді, иә? Тағы да басқа қандай типтер бар оның. Мысалы, мынау шеңбер болатын болса, біз тағы қандай фигура білеміз ағылшынша. Квадрат қандай болады ағылшынша? Квадрат сөзі ағылшынша қалай болады? Спанч Боб қандай пенс еді? Сквер етін, иә? Квадрат. Ағылшынша квадрат болмайды. Сквер болады екен. Сақтап көрейік. Не өзгермей қате жаздым ғой. Скваре ғой. Бәсе.
Міне, бағана доңбалақ еді, қазір бұлар квадраттармен маркерленді. Қандай қызық, түсіндік пе? Тағы қандай типін білеміз? Треугольник па бола ма? Треугольник болмайды ау, треугольник трианжел бола ма ағылшынша? Иә. Болмайды екен ондай, ужас. Үшбұрыш болмайды екен. Square мен диск деп жазып қойсыңдар болады. Егер ешқандай тип көрсетпейтін болсақ, әдетте тип көрсетпей береді бізге. Ол жағдайда ол шеңбер түрінде болады екен. Енді бұған қатысты қандай сұрақтар келуі мүмкін? Тізімге қатысты. Тізімге қатысты бізге мынандай код беруі мүмкін, және оған сәйкес, то есть нәтижесін беруі мүмкін сайттағы. Соған сәйкес кодты тап деуі мүмкін. Немесе керісінше код беріп, оның сайттағы көрінісін тап деуі мүмкін. Бірақ енді дәл осылай қарапайым түрде болады деп айта алмаймын. Олар әдетте тізімнің ішіне тізім кірістіріп жібереді. Бізге қиынырақ болу үшін. Тізімнің ішіне тізім кірістіру деген қандай сонда? Жасап көрмейміз ба, я? Мысалы, менде ана UL деген тізім бар үлкен. Ол маркерленген. Оның ішіне мен мынау именно Li-дан соң жазсам болады, немесе Li ретінде жазсам болады. Li-дің ішіне жазсам болады, өзім білем. Мынау именно none деген Li-дан кейін мен ішіне бір тізім құрып жіберейін. Ол тізім бізде oil болсын. Нөмірленген тізім болсын. Енді оның қазір типтарын әртүрлі қылып ішіне жазып тастайық. Нанның типтарын ба, я? Нанның қандай түрлері бар? Ақ нан бар. Ақ нан. Лепешка, я? Лек шаша болып кетті, батон дейсілдіш. Так, қара нан бар, допустим. Мына жерде кодқа мұқият қарайықшы. Бізде UL тегі ашылды. Және ең соңында UL тегімен аяқталып тұр. Ол деген бұл негізінде маркерленген тізім екенін білдіреді. Бірақ оның ішінде oil тұрғанын байқаймыз. Ол нөмірленген тізім. Және оның қай элементтен соң тұрғанын байқауымыз керек. Мысалы, ол мына жағдайда нөмірленген тізім none элементінен соң тұр. Демек, ол сайттағы көрінісін біз алдын ала болжай алуымыз керек. Сайттағы көрінісі мына наннан соң астына, мына сүт пен нанның ортасына бір тізім пайда болады екен. Кірістірілген тізім. Көрдік пе? Дәл мынандай бізде сайттағы нәтижесін қойып, оған сәйкес код сұрау мүмкін, немесе керісінше сұрау мүмкін. Сондай кезде біз қандай нәрселерге мән беруіміз керек. Олар әдетте бүйтіп oil'дың өзін жазып қоймайды ғой, әрине. Олар type жазып қояды. Type, не ауыспай кетті. Допустим, қандай тип беру мүмкін олар? Type A деу мүмкін де, және результатында бұлай ABC деп беріп қойып, мына жақта варианттарда type A да тұрады, type I да тұрады, type 1 де тұрады, typeсыз да тұрады. Соның ішінде біз сәйкес келетін табуымыз керек. Демек, біз ең бірінші тегтің өзіне мән беруіміз керек. Ол қай тег? Маркерленген тізім жасай ма, нөмірленген тізім жасай ма? Одан кейін элементтеріне мән беруіміз керек. Қай элемент, қай жерде орналасқанына, я? Қалай орналасқанына, тегтердің бәрінің жабылғанына мән беруіміз керек. Мысалы, мынандай шатастырады, oil басталады да, мына жақта, то есть UL басталып тұр, мына жақта oil мен бітіріп қоя салады варианттарда. Вот сол кезде шатасқанның көкесі болады. Оның сөздің дәлелі болу үшін тағы да бір тест сұрағын көрсетейін. Так, тізімге қатысты. HTML-ға қатысты бізде жалпы сұрақтар көп. Именно HTML-ға қатысты, нақты тізімге қатысты да бізде сұрақ бар. Қалай ашып жатырмын мен өзі. Так, ол бізде шатаспасам орысша нұсқаның ішінде бар. Орысша нұсқаны көрсетейін. Так.
Ең біріншісінде, по-моему, тізімге қатысты міне сұрақ болу керек. Әлбетте ол бар. Мұқият қарайық. Бізде дейді сайтта мынандай тізім берілген дейді. Информация деген сөз бар. Одан кейін по способу восприятия деген элемент бар, оның ішіне екеу кіреді. По форме представления деген элемент бар, оның ішіне 5 элемент кіреді. Енді сырт келбетіне қарап айтып көрейікші, мынау қандай тізім? Ол. Ау, ұл ма бұл? Қыз емес па, ұл ма? Ол. Маркерленген, иә? Маркерленген. Бұл негізінде маркерленген тізім. Оның ішіне қандай тізім кірістірілген? Санжар, естілмейді даусың. Оның ішіне қандай тізім енгізілген және қай жеріне? Ол номерленген ба? Ішінде. Сыртында UL тұр, иә? UL немесе маркерленген деп айтайықшы. Сыртында маркерленген тізім тұр. Ішінде реттелген. Ішінде реттелген немесе нөмірленген тізім тұр. Мынау қай типі оның? Қандай типі? Ел жұрт қалайық оянайық. Бұл сандармен нөмірленген type 1. Одан кейінгі келесі элементтің ішіне type, мынау қай type? Type A. Type A бойынша келесі элементтің ішіне кірістірілген екен. Енді мына варианттардың ішінен сәйкесін табайық. Міне бірінші қарап алайық. Басы маркерленген, соңы маркерленген болу керек. Ішіне бірінші type 1 кірістірілген, екіншісінің ішіне type A кірістірілген болу керек. Мына вариант дұрыс па? А вариант. Жоқ. Не себепті? Type 1 жоқ. Тайптары жоқ. Және мынау UL мен ашылып, мына жақта OL мен жабылып тұр. Мына UL жабылмаған да, мына жақта жабылып қалған. Уже мына жерде тізім бітіп қалған ғой бұда. Мынаның ішіне мына тізімдер кірістірілмеген. А дұрыс емес. Мынау ше қарайықшы баға, дұрыс па? Тоже дұрыс емес. Не себепті? Тайптары жоқ та. Міне тайптары жоқ. Тайптар не үшін болу керек? Себебі мына жерде А типі бар. Мынаған енді мақұл тайп керек емес шығар. Мынада А типі жазылу керек міндетті түрде. Тайптан бөлек басқа яри қате көріп тұрған жоқпыз ба? Мына UL мен басталып, мына жерде UL мен біткен дұрыс па? Дұрыс. Бірақ мына OL екі элементтен кейін жазылып тұр. Бізде ол мына знаковая образная деген ол қай жерде тұру керек? Бірінші элементтен соң тұру керек. Ана жерде ол міне екі элементтен соң тұр. Келесі С вариантына қарайық, дұрыс па? Иә. Себебі міне бірінші элементтен соң уже OL орналасқан, және оның тайпы көрсетілген, екінші элементтен соң OL орналасқан, тайпы көрсетілген, UL мен басталған, UL мен біткен. Ал D-ның қатесін кім айтады? Type жоқ. Type жоқ. Және Болды. UL, OL тоже солай. Және бұл жерде бірінші элементтен кейін орналасқан, ол дұрыс. Екінші элементтен кейін орналасқан дұрыс. Оның қалған бәрі дұрыс, тек type жоқ бұл жерде. Сөз. Так, бүгінгі тақырып бойынша сұрақ бар ма? Жоқ па? Жоқ болса кері байланыс берейік. Және де егер ешқандай сұрақ болмайтын болса, сау болыңдар, сабақ аяқталды.